Мен қазір запись экранымен сақтап көремін. Сосын оны YouTube-ға жүктеймін, егер сақталған болса. Жақсы ма? Сабаққа кіре алмағандар сол жерден сабақты көре алатын болады. Давайте өзім жайлы қысқаша ақпарат айтайын, я. Мені танитындар бар, танымайтындар бар. Мына жерде көрініп тұр ма сендерге чат барлығын? Пока не істеп тұрайын, жауап тұрайын. Иә, көрініп тұр. Мен оқыдым осы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде 4 жыл оқыдым. Бакалаврда, осы химия мамандығында және магистратурада оқыдым. Қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында тоже 2 жыл сол жерден білімді жалғастырдым. Одан кейін сол студент болған кезінде кешкі осындай сендер сияқты химияға қатысатындар, оқушылар барып менен образовательный центрда. Ол кезде онлайн деген жоқ, барлығы офлайн. Сол жерде 2013-тен 2016-ға дейін сабақ бердім. Одан кейін жеке репетиторлық қызметпен атқардым. Қазіргі кезде отбасылық жағдайыма байланысты Ақтау қаласында колледжде сабақ беремін. Жалпы мен жайлы қысқаша ақпарат осы. Мен де сендер сияқты студент болғанмын. Қай мамандыққа түсем деп бас қатырғам. Жалпы сендерде болып жатқан жағдай менде де болған. Менде де тоже, бірақ мен 10 класстан бастап дайындалдым МТ-ға, и соның арқасында мен жоғары балл алдым. Ол кезде бізде 125 балл болатын. 125-тен қанша балл алдыңыз? 125 балдан мен алдым 112 балл алдым. Сөкті ғой да. Енді сендерге кішкене мотивация болсын деп, вообще қалай химияны дайындалу керек, я? Мен көбіне оқушыларға смарт методикасын айтам, я? Смарт методикасында сен жалпы вообще цельді дұрыс қою керексің, да, алдыңа мақсатты. Бірінші конкретный, я, қандай мысалы қазір көрсетіңдер. Мақсатты дұрыс қоя білу керексіңдер, я. Мысалы, конкретный, мысалы, мен ОБТ-дан кемі, допустим, 38 балл жинау керекпін деп. Жалпы жақсы, көп оқушылардан сұрасан, жалпы жақсы жинауым кет. Жақсы деген қанша балл деп сұрасан, олар айтады, ну, примерно 30-35-тен ассам болды дейді, да. Оларда бір конкретный не жоқ, да, алдына қойған мақсаты жоқ. Сондықтан бірінші балдарында, екінші сол балға қалай жетсем деп, алдарыңа мақсат қою керексіңдер. Мысалы, біреулері биорганиканың кейбір темаларын білмейді, я, мысалы, гессаңа термодинамика есептерін білмейді, я, органиканы, допустим, толық білмейді деген сияқты, көбіне түсінбеген немесе оқымаған, я. Сол бойынша прям түсінбеген тақырыптарды тізіп жазып шығу керек. Запись аудиоларында өшіріңдер, пока мен ғана дауысым естілсін, себебі қалғандарына кетер келтіреді. Одан кейін сол мақсатқа прям қатты күнде сол тақырыпқа қатты мықтап дайындалу керек, я. Оны қалай мықтап дайындалады? Допустим, бүгін жаңа тақырыпты үйренді, я. Ертең оны обязательно қайталайды. Негізі ассоциация деген әдісті көп қолданады. Памятті қалай тез есте сақтауға болады. Жалпы оқығанды 3 сағаттан кейін қайталау керек, сосын 3 күннен кейін қайталау керек. Сол кезде сен оқыған тақырыбың есте ұзақ сақталады. Одан кейін сол төртінші relevant деген тұр, ол жерде именно қандай задача қою керек, осы күні осыны істем деп, және ең соңғысы бізде ол уақытта, мысалы мен на тақырыпты термодинамика есептерінен ешқашан қиналмаймын, осы тақырыпты меңгеремін мына күнге дейін деп. Мысалы, бір аптаның ішінде немесе 3 күннің ішінде немесе 1 күннің ішінде адамның қабылдауына қарай әртүрлі. Сен срок қойған сайын, сен оған күнде жетуге талпынасың. Ал егер сенде срок болмаса, жалпы енді аяқталғанша дайындалайын десең, сен жүре бересің. И в итоге сен тақырыптарды вроде білетін сияқтысың, именно есепке келгенде, бір есептің, мысалы, қоспа, ертінді есептерінің өзін 4 түрлі есептер бар, да?
Мысалы, қоспаның өзі 20% қоспасы бар, 200 килограмм ізбетастан деп есеп береді. Сосын қоспаны иногда соңына беріп қояды. Сонда қоспа ерітінді есептерінің өзі, мысалы, 300 грамм 25%-дық натрий хлоридінің ерітіндісіне, мысалы, 200 грамм су құйды деп. Сол кезде қоспадағы жалпы, мысалы, элементті массалық үлесі деп. Сол есеп беріледі. Сол кезде сен бір ерітінді есебін, мысалы, 4 тұрсын, 4 түрін де жақсылап меңгерсең, вообще тестте қиналмау керексің. Түсінікті ғой? Жалпы осы смарт методикасы сендерге кішкене мотивация берді деп ойлаймын. Жақсы естіп қойды. Плюс қойып кетіңдер, егер мені жақсы естіп тұрсаңдар. Енді ОБТ базасындағы органикалық есептердің мұнда теріп алдым, я. Бұл қаңтардағы ОБТ базасы. Қаңтардағы ОБТ базасындағы ерекшелік бізде контексттік тапсырмалар, я. Контексттік тапсырмаларға қатты ондай қорқудың қажет жоқ, себебі контексттік тапсырмалар почти текст беріледі. Сен кішкене логика қосу керексің, я, ішіне немесе сол тексттің ішінен главный ответін тауып алу керексің. Давайте кетейік, енді мына бір қос байланысы бар көмірсутектер дейді. Біз жалпы бір қос байланысы бар көмірсутектерді біздер алкендер деп айтамыз, я? Бізде бір қос байланысы бар көмірсутектер, бізде CnH2, не жалпы формуласы? Д-мадда жауабы С3H8. Ол алкан ғой. Давайте Алкан жауапты, деген жоқ па? подождите, бұл жерде сабақта барлық қатысып отыр. Бір-біріне кендер келтірмейміз, тек қана жауабын осы чатта жазып кетейік. Чатқа. Бір қос байланыс бар. Бір қос байланыс бар көмірсутектер бізде қандай? Біреу Д деген, біреу Е депті, біреу Д депті, да, көбісі. Жауаптарын жаза беріңдер пока. Давайте бір қос байланыс бар көмірсутектер, жалпы формуласы бізде CnH2n. Алкендер бола ма? Алкандардың ешқандай қос байланысы болмайды, только дара байланысы болады. Сонда сендер шатаспаңдар. Соңғысында пропен бола ма? Енді бұл жерде C2H2 болмайды, бұл ацетилен, C6H6 бензол болмайды, C3H4 болмайды, C3H8 болмайды, сонда бізде C3H6 болады. Мына N дегеннің орнына біз қоямыз, 3-ті, сол кезде C3H6 болады. Енді оның жалпы несінің формуласын жазайын. Бізде қос байланыс бір жерде болу керек, сонда H2S. Бізде жалпы көміртек 4 валенттілікті сақтау керек, я? Мына жерде 2 қос байланыс бар, сондықтан мына жерде сутектің саны H2. Мына жерде 1, 2, 3 байланыс, я? Сондықтан бұл жерде сутектің саны 1. Одан кейін мына жерде бізде бір ғана байланыс болғандықтан біз 3 сутекті жазамыз. Мынау бізде несі құрылымды формуласы, я? Жалпы жинап жазған кезде біз оны C3H6 деп жазамыз. Соқты ғой? Біз кез келген кезде алкандарды жазсақ, алкендерді жазсақ та осы 4 валенттілікті сақтай отырып жазу керекпіз. Соқты ғой? Енді альдегидтерге сапалық реактив дейді. Біз альдегидтерге сапалық реактив бізде күміс айна реакциясы болады. Күміс айна реакциясы, аммиактың қатысында. Жауаптарын варианттарға жазып кете қойыңдар. Бізде
Енді мен сендерге айтайын, альдегидтердің жалпы несі RCOH, иә? Жалпы формуласы, иә? Бұл жерде COH бізде карбонил тобы бар, иә? Егер ол күміс оксидімен реакцияға түссе, бізде сәйкесінше карбон қышқылы түзіледі. RCOH. Және бізде күміс тұнбаға түседі. Көрініп тұр ма сендерге? RCOH және плюс күмістің алдына 2 қоямыз. Себебі мұнда реакцияға дейін күміс бізде 2. Бұл карбонилдан карбоксил тобына дейін жетті, иә? Карбоксил. Егер бізде бір оттек болса, біз карбонил тобы деп айтамыз. Давайте жазып қояйын, тобы. Ал егер 2 оттек болса, ол карбоксил тобы. Дауысты өшіреміз. Сонда бізде кейде сөзбен келеді, сол кезде біз айтамыз күміс айна реакциясы деп. Күміс айна реакциясы. Жазып алған болсаңдар, комментарийға плюс қойып кетіңдер. Я басқа түспен, менде именно осылай болып тұр. Как өзгерте алмай қойдым. Вроде өзгертіп едім мұны. Все, қазір қараймыз сенеге. Кажется, никак не сохранил. Енді опять өзгермеді. Давайте барлықтан жазып болған сияқтысындар. H12O6, я. Оған біз мыс гидроксидін қосамыз, я. Сол кезде бізде C6H12O7 түсіледі, я. Қазір мен сендерге несін айтам? C6H12O7 и плюс бізде мыстың бір валентті оксиді және су түсіледі. Біз реакцияны теңестіреміз, мыс гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Себебі мына жерде біз реакциядан кейін бізде 2, да? Мыстың жалпы несі. Давайте, мынау бізде глюкоза. Одан бізде глюкон қышқылы түсілді. Кейбіреулер шығара алмауы мүмкін, сондықтан жақсылап соңына дейін тыңдап алайық. Мынау бізде глюкон қышқылы, да? Мыстың бір валентті оксиді түсіледі және бізде судың алдына 2 қоямыз, да? Бізде глюкоза альдегі спиртке жатады. Альдегі спирттік немен? Альдегидтерге тән реакциямен глюкон қышқылы түсіп тұрында. Енді біз сол бойынша пропорциямен орнына қойып шығара беруге болады. Мына жерде бізде 78-де 4, я? Реакцияны жазып қойдым. Сол жерде немен жаза берсеңдер болады, шығара берсеңдер болады. 78-де 4-ті мыс гидроксидінің астына қоямыз.
Сосын мыс гидроксидінің амерін табамыз, иә? Сол арқылы біз пропорцияны құра аламыз. Қойда жауаптарында жазсаңдар болады чатқа. Звукты өшіреміз. Тек ответті жазамыз. Сорокачы. Менде звук қазір барлықтан аттарын атап шығайын. Звук кімде қосылып тұр? Звукты өшіреміз, звук қосылып тұрғандар. Мен көріп отырмын чатта. 78-де 4 шықты дейді. Менде қазір қосылады, күтетіңдер. Бізде 78-де 4 шықты, да? Давайте қайтадан жазайын. С6H12 O6 көбісінен шыққан шығар. Мен сонда да жазып кетейін. С6H12 O6 плюс мұнда С6H12 O7 түседі. И плюс мұстың бивалентті оксиді плюс және 2 су түседі. Мыс гидроксидінің алдына 2 қоямыз, да? Енді қышқылдың массасын табу үшін біз есептің шарты бойынша 78-де 4 берілген, да? Біз оны табу керек, біз қышқылдың массасын x грамм дейміз. Мыс гидроксидінің массасы 196 және менікіде глюкон қышқылдікі де 196. Сондықтан екеуі бір-бірімен көбейтіліп, қысқарып, соңында 78-де 4 шығады. Шығара алмағандар болса, мынаны есептесеңдер өздері шығады. 64, оған 16-ға 1-ді қосып, бетке көбейтіп, сол арқылы MR-ді табуға болады. Оны алдында 2 коэффициентке көбейтеміз, сол кезде бізде Е варианты 78-де 4 шығады. Түсінікті ғой? Келесі.
бізде күрделі эфирлер дейді да, иістер жағымды, қош иісті дейді. Сондықтан оларда парфюмерия бұйымдарының өндірісінде қолданылады. Құрамында 4 сутек атомы бар күрделі эфирдің малярлық массасы дейді. Енді күрделі эфирлер дегеніміз бізде карбон қышқылдары мен спирттердің қосындысынан пайда болады. Именно енді біз су арқылы именно құрамында 4 сутек атомы болу керек. Сондықтан біз карбон қышқылымен білдік қой, біз спиртті қосқанда бізде күрделі эфирлер алатынымызды. Бізде RCOR H қой. Оған біз спиртті қоссақ, метил спиртін, сол кезде бізде түсіледі RCOO-C2H5. Бұл жерде сутектің орнын бізде этил радикалы басады, плюс спирт. Енді бізде именно құрамында 4 сутек атомы бар табу керек бізді. Ол үшін біз не істейміз? Жалпы ең қарапайым құмырсқа дегенін жазып қараймыз, HCOH. Және ең қарапайым спирт бізде метил спирт, CH3OH, CH3OH. Енді екеуін қосқан кезде біз сутектің орнына метил радикалы келеді ғой, Енді есептеп қарайық та, бұл жерде көміртектің саны 4-те болу керек. Мұнда енді санап қараса, көміртектің саны 4-те болып тұр, Енді осының малярлық массасын табу арқылы, біз оны біле аламыз, Мына жерде мысалы 1-12-ні қосамыз, оған 4 көміртекке 24-ті қосамыз, 28, оған 16-ны қосу арқылы біз біле аламыз, RCOO-CH3. Бұл дегеніміз бізде құмырсқа қышқылының метил эфирі деп аталатын зат. Құмырсқа қышқылының немесе бұны метил формиат деп айтады. Метил формиат. Екінші атауы тривиалды. Бұның массасын тапқан кезде бізде ол қаншаға тең? Массасы 60-ға тең. 60 граммға тең. Бұнда бізде жауабы Е варианты болады. Чатқа қосылған болсаңдар, жаза кетіңдер, сабаққа дайын болсаңдар. Давайте келесіне өтек. Мұнда күрделі эфирлерді жаздым. Құрамында 4 сутек атом бар. Күрделі эфирдің малярлық массасы бізде 60 граммға тең болды. Енді келесі. Көрініп тұр ма барлықтарына? 68-де 4 грамм сахароза гидролизденгенде түзілетін глюкозаның массасы. Бізде сахарозаның формуласы С12H22O11. Біз оған гидролиз десе, онда біз оған су қосамыз. Сахароза гидролизденгенде бізде екі өнім түзіледі. Біреуі бізде
С6. Олардың екеуінің жалпы формуласы бірдей. Біреу альдегоспирт, біреуі кетоспирт. Енді біз сахароза гидролизге түсілетін глюкозаның массасын табу керекпіз. Бізде сахарозаның массасы бар 68,4 грамм, я? Біз табу керекпіз глюкоза, мынаны мысалы глюкоза деп алсақ. 68,4 грамм, глюкозаның массасы бізде 180-ге тең, ал сахарозаның массасы бізде 342-ге тең. Сол арқылы біз пропорция құрып шығара аламыз. Жауаптарында чатқа жазып кетіңдер. Мен өз сендердің жауаптарыңды көремін. Бұл жерде бізде 68,4-ті 180-ге көбейтіп, 342-ге бөлген кезде бізде 36 грамм шығады. Жауап бізде А варианты. Болды деп ойлаймын. Келесі берілген заттардың ішіндегі ароматты көмірсутектердің саны. Мына жерде қарап отырсақ, барлық ароматты көмірсутектер бензол сақиналар тұр, я? Біз ойлаймыз, мыналардың барлығын ароматты көмірсутектер саны, я? Мына жерде 8 ароматты көмірсутектер тұр ма, 8-інде белгілейтіндер бар. Бірақ бұл жерде біз міндетті түрде назар аудару керекпіз, я? Мына бізде ең қарапайым бензолдың, я, формуласы, я? Мына бізде ненікі метил бензолдық, я? Метил бензол бізде бензолдың құрылысы осылай ғой? Я? Ортасында сақинасы. Енді именно мына жерде бір CH, осы H-тың орнына бізде метил тобы келген. Егер біріншілік көміртекте болатын болса, онда ол бізде метил бензол, я? Оны біздің екінші атауы бізде ол толуол. Бізде метил бензол толуолды. Ол бізде, я, екінші үстінде тұрды. Біз белгілейміз мынаны, я. Енді келесі мына жерде әрі қайсысы метил топтар, я, қарап отырсаң, біріншісінде де кез келген жерге қойған. Бірақ именно метил радикалы кез келген жерге қойылмайды. Ол міндетті түрде бензол сақинасының әр көміртектің тұратын өзіндік орны бар. Енді келесі бізде ол үшінші, я? Енді бұл жерде метил бензол, бірінші және екінші көміртекте, метил радикалы бірінші және екінші көміртекте орналасқан, я? Сондықтан бірінші және екінші көміртекте орналасса, біз оны айталамыз 1 және 1,2 диметил бензол деп, я? Бірақ, қарандар, 1,2 диметил бензол бұл жерде осылай жазып қойуға болмайды. Бізде именно мынау бізде көміртектер бірінші мен екінші емес, бізде бірінші және үшінші көміртекке орналасып тұр. Мына жерде төртінші. Мынау бізде болмайды, сонда бірінші 1, 2 және 3-ті. Мынау болмайды. Бізде сонда жалпы таңдайды екеміз. Мыналарды таңдамаймыз, тек керектілерін ғана таңдаймыз. Бір 2 диметил бензол және 1, 3 диметил бензол. Мына метил радикалдардың орналасуына қарай 1, 2, 3 деген осыған байланысты. Мынау бізде 1, мынау 2, мынау 3, мынау 4-ші көміртек, мынау 5 және мынау 6-шы көміртек. Орналасу орнына қарай біз солай атаймыз, я?
мына жерде бізде бірінші және үшінші көміртекте тұр. Сондықтан біз бұны 1,3 диметилбензол деп айтамыз. Мынаның екінші атауы метаксилол. Біз мен сендерге қазір жазып көрсетейін, келесі бетке мынаны жазып болған соң. Бізде мысалы мында жазып көрсетейін. Метил радикалдарының орналасуына қарай біз оны мета, пара, орта деп үшке бөлеміз. Ортаксилол болу үшін бұл жерде CH3 бізде бірінші және екінші көміртекте орналасу керек. Бұны біз орта деп айтамыз. Екінші мета болу үшін ол бірінші және үшінші көміртекте орналасу керек. CH3 метил радикал және 3-те. Бұны біз мета деп айтамыз, пара болу үшін пара мета ортаксилол. Бұдан жазбаймыз, ксилол. Пара болу үшін бізде 1 және 4-шілік көміртекте тұру керек. Бізде пара. Түсінікті ғой? Метил радикалының орналасуына қарай біз мысалы 3 неге бөлдік. Жазылыңдар, мен келесі есепке көшемін. Давайте жас болған болсаңдар, чатқа плюс қойыңдар. Барлығына қосып тұр, тексеріп жатырмын. Енді келесі бізде есеп фотосинтез нәтижесінде кез келген өсімдік ауадағы көмір қышқыл газын сіңіріп, оттек бөліп шығарады дейді. Осы фотосинтез кезінде біз көміртек диоксидіне түзілетін глюкозаның массасын табу керекпіз. Енді жалпы біз біліп алу керекпіз, бұл жерде көміртек диоксидінің формуласы қандай? Бізде ол CO2. Енді фотосинтез нәтижесінде реакциясын жазу үшін, біз глюкоза түзілу үшін, оған біз су қосамыз. Ол біздерді жасыл өсімдіктерде хлорофилдің әсерінен жүретін процесс бізде фотосинтез деп аталады. Сол кезде бізде глюкозаға түзіледі C6H12O6, және бізде оттек бөлінеді. Реакцияны теңестіру керекпіз. CO2-ның алдына 6 қоямыз, судың алдына 6 қоямыз, және оттектің алдына 6 қоямыз. Енді реакция теңесті ма қарап көрейік. 6-ны 2-ке көйтеміз. 12, 12-ке 6-ны қосамыз, 18. Бұл жерде де 12, 18 барлығы теңесіп тұр. Сутек тоже теңесіп тұр. Енді осы жерде фотосинтез кезінде өсімдіктерден сіңіретін көміртек диоксидінен деген именно көміртек диоксидін бізде қалыпты жағдай деп тұрса, біз оны міндетті түрде қарауымыз керек. Себебі бұл жерде алдында коэффициентте тұр, соған байланысты қалыпты жағдайдың шамалары да өзгеріп отырады. Енді көміртек диоксидінің біз пропорция бойынша қоямыз, 67-те 2 литр. Енді одан глюкозаның массасын табу керек қой бізде. Енді бұл жерде қалыпты жағдай бойынша 6 моль қатысып тұрса, біз оны 6 көбейту 22,4 дейміз. Ал бізде глюкозаның массасы бұл жерде 180-ге тең.
Осы арқылы біз пропорцияны шығара аламыз. 6,72 көбейту 180 бөлу бізде 134, 22,4 6-ға көбейткенде. Енді есептек, бұл жерде шығады сонда 90 грамм, 6,90 грамм шығады. Сонда жауап бізде Е варианты. Реакцияны басына дұрыс теңестіріп, дұрыс жазылсаны, ары қарай уже пропорция бойынша тез уже шығарып кетуге болады. Главный реакцияны дұрыс құрастыру, коэффициенттерді дұрыс орналастыру және пропорцияны дұрыс құру. Ары қарай уже проблема жоқ. Скриншоттап алыңдар өздеріңе. Енді келесі есепке көшеміз. Енді бізде 0,4 моль пропанол бір жанған кезде бөлінетін газдың қалыпты жағдайда көлемін табу керекпіз. Енді пропанол 1 деген бұл бізде спирттер. Біз вообще генетика алкандардың барлығын басына алкандар жаттаған кезде бір көміртек ол метан, егер метилдің спирті болатын болса, біз метанол, екінші көміртек этанол, C2H5OH, C3H7OH, ол пропанол, бутанол, 4 көміртек болатын болса, солай уже қатаны жаттап кетуге болады. Алкендерде де кездеседі, ол алкадиндерде де, алкиндерде де барлығы осы бір атаумен жалғанады. Просто ең соңғы жалғанатын ин, ал деген жұрнақтары ғана өзгеше. Сондықтан біз алкан, алкен, қанықпаған көміртектердің барлығын бір атаумен жаттап біле аламыз. Енді пропанол 1-дің формуласын жазайық. C3H7OH. Енді бұл жанған кезде не түсіреді? Оған оттек қосамыз. Жану реакциясы дегеніміз ол оттек, осы реакциясы. Сол кезде кез келген органикалық қосылыс жанған кезде бізде CO2 және су түзіледі. CO2 және H2O түзіледі. Енді реакцияны теңестіру керек біз. Біз ол үшін CO2-ның алдына үш қойсақ, ода бізде реакция теңеспей қалады. Сондықтан біз оны 2 еселейміз. CO2-ның алдына 6 қоямыз, және судың CH3 енді 6 болып тұр ғой, мынаның алдына 2 қойымыз керек біз ғой. Пропанолдың алдына. Енді ары қарай санаймыз. Бізде көміртек оттектің саны 12, енді сутектің саны қараңдар. 7-ке 1-ді қосқанда 8 болып тұр ғой. 8-ді 2-ке көбейткенде, 8-ді 2-ке көбейткенде бізде ол 16-ға тең. Енді 16-ны 2-ке бөлгенде, естественно, ол алдына 8 деген коэффициент кетеді. Енді 12-ке 8-ді қосқанда бізде 20. Енді 20-ны біз реакцияға дейінгі реагенттердің коэффициенттерін бөлу керекпіз. 20-ны бізде 2 оттек уже пропанолда кетіп тұр. Сондықтан оттекте уже 20-сын 2-ге кетіп қалса, 18 қалмай ма? 18-ді оттектегі индекске бөлеміз, сонда бізде 9 болады. 9 2-ге өткенде 18 және пропанолдаға 2 сутекті қосқанда бізде 20 оттек саны шығып тұр. Ары қарай біз газдың көлемі деді ғой бізде. Сондықтан бізде газ дегеніміз, ол бізде көмірқышқыл газ. Осын біз қанша екен тауып керек. Ол үшін біз пропанол 1-дің молін жазамыз, 0,4 моль. Неліктен бізде коэффициенттерді қою керек маңызды? Себебі біз моль кезінде немесе зат мөлшері көлем кезінде алдында коэффициент бізде важный роль алады. Потому что мына жерде, мысалы, біз мына жерде 2 болмаса, біз 1 дейміз, есептің соңы бізде дұрыс шықпай қалады. Сондықтан алдына коэффициент мына жерде 2 моль, біз уже қорықпай 2 моль екенін жазамыз. Бұл жерде енді 22,4-ті көбейтеміз тоже 6-ға. Сол арқылы біз реакцияны жаза аламыз. 0,4-ті 22,4-ке бөлеміз және оны 2-ге көбейтіп 6 көбейту еді. 6 көбейту 22,4-ке бөле аламыз.
Ой, кешіріңдер. 2-ге бөле аламыз. Бүтінген 2, я. Осы бойынша мына қысқартып жіберуге болады. И бір-біріне 1,2-ні 22,4-ге көбейтуге болады, я. Сол кезде бізде 26-да 88 шығады. Есептеп көріңдер. Сол жерде уже шығып тұр. Сатқа жаза беріңдер, жас болған болсаңдар. Ары қарай. Енді бізде 18-де метанды толық жанған кезде түзілген көміртегінің 4 валентті оксидімен натрий карбонатын түзіп әрекеттесетін массалық үлесі 0,1 болатын натрий гидроксидінің массасын табу керекпіз, я. Енді біз бұл есепті шығару үшін біз метанды толық жандыру керекпіз, я. Метанды жандыру үшін жану деген сөз OCH4-ке оттекті қосу деген сөз, я. Бұл кезде бізде кез келген жаңа айттым, көмірсутек жанған кезде ол көмірқышқыл газы және суға ыдырайды, я. Бұл жерде бізде 2 жол реакциямен шығады. Біріншісі осы бізде CO2 және H2O, я. Бұл жерде метанның жануы, реакцияны теңестіреміз, оттектің алдына 2 қоямыз. Енді осы шыққан CO2-ге біз қосу керекпіз натрий гидроксидін. Сол кезде біз натрий карбонатын аламыз. Натрий 2 CO3 және плюс су, я. Натрий OH-ның алдына 2 қоямыз. Жазуды жазбаймыз, өшіреміз мұнда. Натрий карбонат. Осы бойынша есептеу жүргізесіңдер. Мына жерде бізде 5,16, ары қарай 10. Есептеу арқылы уже тауып беруге болады. Енді бұл жерде қараңдар, ең соңында шыққан мәнді мән бойынша іздесек, онда шықпай тұр, я. Сол үшін біз ең соңында 20, мысалы, қанша шығатын болса, соны біз 10%-ын тауып алу керекпіз. 0,1 деген массалық үлес, бұл деген сөз 10% деген сөз. Бұл жерде ешқандай артық сөз жазбаймыз, тек мендегі есептер жазылып тұрады, басқа ешқандай сөз жазылмайтын болсын. Мына жерде бізде 5,16, я. Ары қарай біз X бойынша шығарамыз, мынау бізде 44 грамм және 22,4, я. Сол бойынша біз шығаруға болады. Бізде бұл жерде 11 грамм шығады, я. Енді сол 11 грамм CO2-ның массасына қою арқылы біз натрий карбонатын тауып аламыз, я. Мынау бізде 44 және 80, я. Бұл жерде бізде 20% шығады, 20 грамм шығады. Енді бұл 20 грамм есепте жоқ, да, жауабы. Біз сол үшін 20-ны біз оны қарастырамыз 10% деп. Себебі бізде айтты, массалық үлесі 10% натрий гидроксидінің деп. Ой, 10% натрий гидроксидінің тауып кереді. Ішінде бұл жерде натрий карбонат емес, натрий гидроксиді. Енді қараңдар, натрий гидроксидінің
10%-ын табу үшін біз жалпы 10%-ға теңестіреміз, оны 100%-ын табамыз. Сол кезде бізде шығады 200. Жауабы сонда Д варианты болады. Түсінікті ғой? Бірінші оны көмірқышқыл газын тауып алып, сол көмірқышқыл газы арқылы біз натрий гидроксидінің массасын тауып алдық, және натрий гидроксидінің массасы табу арқылы біз оның 10%-ы қанша болатынын тауып алдық. Түсінікті болып жатыр ма? Чатқа плюс қойып кетіңдер. Түсінікті болып жатса, мен ары қарай жалғастырамын. Апай, 44 қай жерден келді? 44 бізде 12 және көмірқышқыл газының массасы ғой. 12, 16 2 өткенде 32, оттектікі 32 және көміртектікі 12. Екеуі қосылғанда 32 плюс 12 44 шығады. Осы кезде міндетті түрде бірінші сұрақты қараған кезде жақсылап қарап алу керек та. Көбісі мына жерде 20 грамм шықпайды дейді, келесіне уже все дұрыс емес шықты, мына есептің берілгені қате шығар, мүмкін оның жауабы қате шығар деп, либо өзі қате шығарған шығар деп солай не істейді. Сондықтан міндетті түрде мына жерде каждый мысалмен есеп не істеп отқанда осылай белгілеп отырғанды отыр деп не істеймін. Себебі мұнда именно қайсысы екен біліп отыру керекпіз да. Метанның массасы литрі 5,6 және оның натрий гидроксидінің үлесі 0,1 деп. Түсінікті ғой? Аида апай, мысалы мына жерде метанды толық жаққанда түзілген көміртегі оксид мен натрий карбонатын түсіп әрекеттескен дейді. Сіз неғып натрий карбонатын жазбағансыз? Жоқ. Қара, сен сұрақтың бірінші несін айтылуын түсіну керек. Міне осы сұрақ келгенде менде тоже солай істеген. Натрий карбонатын қосып қойды. Апай, натрий карбонатын CO2 әрекеттеспейді ғой дейді. Ал негізі ол бірінші нәтижені айтып тұрды, натрий карбонат түзілді деп. Енді соған әрекеттесіп натрий гидроксидін сұрап тұр бізге. Түсінікті ма? Осы CO2 мен әрекеттескен натрий гидроксидін қанша грамм екен сұрап тұр. Ал бірінші ол нәтижесін айтып қойды. Осылай кішкене шатастырады есепте. Жақсылап, сол үшін сұрақты оқып мән беру керек. Я дұрыс сұрақ. Сіз жазыпсыз ғой астында. Астында қызылда жазылған көрінбей қапты. Бұл көрінбей қапты. Натрий. Сол көрінбей тұр ғой. Астында бұл көрінбей тұр. Мен айттым, мана деген қызыл нені өшіре алмай қойдым. Мана жақта синий болады, мына жаққа келеді, опять қызыл болып қалады. Сондықтан осылай болып тұр енді қызыл. Бәсе. Мен сол CO2 мен 80 гидроксидін теңестіру арқылы жұман тауып тұрмын. Содан кейін көрінсін деп сендерге мына жерге жазып қойдым. 200 қайдан шықты? Сіз айтып отқан жоқ шығар, барлықтарыңа түсінікті болып тұр деп ойлаймын. Келесі давайте. Құмырсқа қышқылын күміс оксидін аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда, есептің шартында құмырсқа қышқылын күміс оксидімен қосқан деген мағына ғой енді. Күміс айна реакциясы жүрген ғой. Сол кезде 1,204 көбейтілген оның 23 дәрежесінде күміс тұнбаға түседі. Енді бізге табу керек көміртегі диоксидінің зат мөлшері CO2-ні табу керек, Ол үшін біз құмырсқа қышқылы. Негізі карбон қышқылдары тотықпайды.
Бірақ ішінде құмырсқа қышқылы альдегидтерге тән реактивпен CO2-ге дейін күміс оксидімен тоты қалады. Осының ішінде тесттерде сұрақ келеді, карбон қышқылдарын қайсысы не деп тотығады деп. Сол кезде біз сендер осы именно құмырсқа қышқылын тотықтырасыңдар. Енді жазайық, я? Бізде бұл HCOOH, я? Осыған қосу керек біз күмістің бір валентті оксидін, я? Сол кезде бізде түсіледі CO2 плюс H2O және күміс түсіледі, я? Күміс бұл жерде тұнбаға түседі. Мына жерде күміс екеу ғой бізде реакцияға дейін, сондықтан біз күмістің алдына 2 қоямыз. Енді бұл есепті шығарудың 2 жолы бар, я? Біреулер формула арқылы шығады, біреулерге пропорция арқылы оңайда. Енді мен сендерге формуламен шығарайық, да? Мысалы, бізде формула деген біз зат мөлшерін, оның атом санын Авогадро тұрақтысына бөлуге арқылы таба аламыз, я? Мынаны бәріміз білетін шығармыз, зат мөлшерінің белгісі, мынау атом саны, жазып қояйын сонда да. Атом саны Na деген ол Авогадро тұрақтысы, я? Авогадро. Ол бізде өзгермейтін шама. Осы арқылы біз таба аламыз, я? Есептің берілген бойынша 1,204 оның 23 дәрежесі берілді, я? Ал бізде мына жерде 2 күміс тұнбаға түсіп тұр, мына жерде екі атомға түсіп тұр, сондықтан біз оны 12,104 оның 23 дәрежесіне бөлу арқылы біз оны табаламыз 0,1 мол деп, я? Бұл бір жолы, я? Енді екінші жолын табайық, я? Екінші ол пропорция арқылы. Ол пропорция арқылы өздерін шығара аласыңдар деген ойда. Мына жерде орнына қоямыз. Сол арқылы біз таба аламыз. Күміс массасын, күміс тұнбаға түсті дептер, 1,204 оның 23 дәрежесін былай қойып, и пропорция арқылы уже таба аламыз. Яғни бізде 1 моль, и мына жерде 12,104, я? Мынау 1 моль деп отырғанбыз, ол мынау 1 моль бізде көміртек диоксиді. Сондықтан бізде бұл жерде де формула бойынша, пропорция бойынша тоже бізде 0,1 моль шығады. Сөкті ғой? Егер формуланы білсеңдер, сразу атом санын Авогадро тұрақтысына бөліп табуға болады, немесе және мен көрсеткен екінші вариант, бірінші вариантта бізде, мынау бізде екінші вариант. Екінші вариант бойынша пропорциямен де шығарып кетсеңдер болады. Я 0,2 моль дегенде белгілемеңдер, себебі сендерге айтайын, мына жерде мына күмістің алдында 2 тұр ғой, сондықтан ол бізде 1 моль 6,2 кетен ғой. А 2 моль ол осы 6,2-ні 2-ге көбейткенде ол 12,104 ғой. Сондықтан ол 2 еселенеді. Сол сразу неге жазылады? Пропорцияға жазылады, немесе формулаға қойып шығарасыңдар. Енді келесі.
пропан қоспасын баллондарға құйып отырын дейтінде тұрмыста пайдаланады дейді. Қазіргі біз баллоновый газдардың көбісінің ішінде метан, пропан осы газдар қорылған. Енді мына жерде бізде тізбектер беріліп қойған, бірінші бізде пропаннан пропен, одан кейін одан пропанол алған, Осы кезде бірінші сатыда деп тұр, яғни бірінші реакцияда 80%, екінші сатыда 75% болса дейді, 132 грамм пропаннан алынатын пропанолдың массасы. Мынадан алынатын бізде мынаның спирттің массасы табу керекпіз ғой, пропанол. Ол кезде біз, давайте жазайық бірінші, бірінші ол бізде 80% болып тұр, екінші бізде 75% болып тұр, екінші сатыдан. Бізде бірінші әмерін C3H8-ін тапсақ, ол бізде неше кетсе, 36-ға қосамыз, массасы деп мұр, бұның кішкентай массасы. Бізде бұл 132 граммға тең, Енді бұл жерде біз реакцияны екі реакциямен жазып алуға болады. Бірінші міне реакцияны жазып көрсетейін сендерге. C3H8-ден C3H6, яғни пропен алу үшін оны біз дегидрлейміз, дегидірлену реакциясы дегеніміз сутек бөлу реакциясы. Екінші реакция бізде ол осы C3H6-ға су қосу арқылы шығарамыз, Су қосақ бізде C3H7OH шығады, Осы арқылы біз шығарып аламыз, бірақ бізде бұл үлкен жол, Бірінші мынаның массасын табу керек, одан біз мынаныкін табу керекпіз, пропендікін табу керекпіз, пропеннен біз пропанолды алу керекпіз, Еще оның арасында 80%, 75% бар деген, оны сен просто так шығарып қоймайсың, еще оны 80% есептейсің, потом 75% есептейсің, Сол арқылы сенде көп уақыт кетіп қалады, Енді мен сендерге қазір оның жалпы қысқаша несін көрсетейін, Ол үшін сендер бірінші не істейсіңдер? Осы 132-ні, біз оны 132 деген граммды, оны моль арқылы табамыз. Осы 132-ні оның несіне массасына әмеріне бөлеміз, 132-ні 44-ке бөлсек, бізде ол кезде 3 моль шығады, 3 моль шығып тұр ғой, Дұрыс қой? 44 бізде 12-ні 3-ке өткенде 36, 36-ға 8-ді қосқанда 44. Қазір 44 мына жерде түсінбей қалуы мүмкін, қай жерден шыққан. Сондықтан сіздерге көрсетіп тұрмын. Мынау 44 бізде бұл C3H8-дің массасы. Енді осы 3 моль шықса, енді осы 3 мольда бізде бұл 100%-ға тең, Бұл бізде 3 моль, бізде жалпы не ғой? Жалпы ешқандай процент пайызын алып тастамаған кезде таза несі ғой? Апай басқа түсінбей жазба көрінбеді. Мына жерде өшіріп жазайын мен. Мынау реакция, вроде көрініп тұрған сияқты. Басқа түспен мен шықпай тұр менде, сол үшін жаза алмай отырмын. Әйтпесе мен сразу жазып тастайтын едім. Енді қараңдар, мына жерде бізде 3 моль шықты, есептің шарты бойынша біз о 3 мольді біз есептің берілген бойынша берілген 132 грамм пропанның массасын өзінің әмеріне бөлу арқылы 3 мольді тауып алдық, Енді осы 3 мольді бізде айтты, есептің шарты бойынша 3 моль болған кезде біз оны 100% деп қарастырамыз. Себебі ол ешқандай бөлшектелмеген бүтін күйінде тұр. Енді оны табу керек біз. Енді 80% кезінде ол қанша моль екен, Бұл кезде біз пропорция бойынша 80-ді 3-ке көбейтіп, оны 100-ге бөлу арқылы оның 2,4 моль екенін біле аламыз, Енді 2,4 моль енді екінші сатыға кетіп тұр. Осы 2,4 мольді тағы 100% деп. Себебі ол екінші саты тағы да 75% болды. Енді оның 75%-ін тауып аламыз. Ол кезде біз 2,4-ті 75-ге көбейтіп 100-ге бөлу арқылы біз оның 1,8 моль екенін білеміз. Енді қараңдар, неше мен бұны бірден таба алмай жатырмыз. Себебі бірінші 100%, сосын 75%-ін тауып алу керек.
себебі бірінші сатыдан кейінгі сатыдағы зат екінші сатыда тоже сразу 3 мольді 75%-ын таба алмаймыз ғой. Сондықтан мен бірінші 2,4 моль екен тауып алдым, 80%, және екінші оның 75%-ын тауып алдым. Енді пайыз дегенде мысалы қараңдар, иә. Бұл жерде толық 100% қатысып тұрған жоқ та. Сондықтан бұл жерде пайыздық көрсеткіштермен көрсетіп тұр. Соған қарай оларында сан мәндері өзгереді. Яғни біз білеміз, реакцияға 3 моль емес, бізде 2,4 моль пропен қатысатын. Ол шығады да пропанолға барам дегенше еще 75% қарата 1,8 болып қалады. Енді жалпы біз осы формула арқылы оны 1,8 мольді, иә? 1,8 мольді оның C3H7OH 60 граммға тең, иә? 60-ды да түсінбей қалады. C3H7OH. Давайте көрсетейін. 12-ні 3-ке көбейткенде 36, 36-ға сутекті қосып жіберемін, 8 ғой. Оған еще 16-ны қосам, иә? 44, 44-ке 16-ны қосқанда 60 болмай ма? Сонда 60-ты 1,8-ге көбейткенде бізде шығады қанша болады? 108 грамм. Енді ойлаңдар, манағы бірінші ұзын тізбекпен екі реакциямен әрқайсысын грамм тауып, еще оның процентін тауып, ол граммнан процент шығарған соң арасында қасиет етуі мүмкін, не жуықтап алғанда. 12-ші сатыға қоямыз, еще 75% табамыз, солай уже. Ұзақ болып кетеді да, уақытында кетеді, еще шатасып кетуі мүмкін. Қанша ұзақ болғансыз. Лучше осылай мольмен тауып алған, мне кажется, тиімді деп ойлаймын. Апай? Иә. Мысалы, мольде балмайшы, массамен бірақ есептей берсе болмай ма оны? Жоқ, массамен есептей. Массасын 100% деп алып, 80% есеп. Просто массасын алсам айтып тұрмын ғой.